Сәлем баршаңызға. Сіздермен бүгін осындай қытырлақ баклажанды менің нұсқамда дайындайтын боламыз. Видеоны толық қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Бізге алдымен керегі осындай үлкен баклажан. Жақсылап жуып алып, сыртын ашып, видеода көрсетілгендей үлкен бөліктерге бөліп аламыз. Барынша үлкен болған жақсы, өте әдемі көрінеді. Піскен кезде де азырақ тұз салып, салқын су құйып, баклажандарды 5-10 минутқа қалдырамыз. Дайын болған баклажандарымызды осылай сүзгішке салып, жақсылап суын ағызып, кептіріп аламыз. Осылай салфеткамен немесе майлықтармен үстін басып кептіру қажет. Клярын дайындаймыз. 2 ас қасық ұн, 2 ас қасық крахмал, жүгері болсын, картоп болсын, крахмалын қоса беруге болады. Азырақ су. Дайын болған клярға осындай баклажандарды салып, жақсылап аунатып, осындай қызып тұрған майда қызарғанша пісіріп аламыз. Осылай дайын болған баклажандарымызға осындай салат жапырағын, помидор үлкен етіп турап, дүкендегі осындай кисло-сладкий соусты қоссақ дәм ерекше болады. Азырақ дәм өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша тұз салсаңыздар дәмдірек болады. Бетіне әсемдік үшін күнжіт сепсеңіздер болады. Бұл салатты ыстықтай жеген жақсы. Соус қосқаннан кейін ол баклажандар кішкене жұмсарып қалады.